Раз, два, три. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Жалпы көп білесің, қазір ұмытып тұрғаным. Бет бұрыс шақ болады. Иә. Балетке сүйікті өнерім болғандықтан келдім. Балалық шағымнан би өнеріне жаным жақын еді. Сол себеппен қазіргі таңда осы балет өнерінде жұмыс істеймін. Сүйікті кітаптарым Абайдың қара сөздері және Мұхтар Әуезовтің жазған Абай жолы және психологиялық кітаптарды ұнатамын. Сүйікті тағамдарым көп. Жалпы бәрін жақсы көремін. Егер ұстаздарымды алатын болсам, бірінші мені осы училищеде түскен кезде қабылдаған педагог болатын, Сөйлева Бақтөлпергені деген. Одан кейін Садыкова Анвара Ариповна, мен көп жұмыс істедім, ол кісі мені қолынан келгенше бірге жұмыс істеп, қолдап, сүйіп сөйтті. Үшіншісі осы Астана балет театры деп айтсам болады, өйткені бұл театрда жұмыс істейтін кісілер өте көп қой, ұстаздарым да көп. Жалпы үлкен сүйеніш жасаған осы театр мен үшін. Сыртында болады ондай жағдайлар, келіп сұрап, сіз осы Астана балет театрының балеринасыз ғой деп кеп сұрап жатады, Қанат қыз Риза деп. Өзің таңқалып қаласың. Ойламаған жерден. Көбінесе андай сұрақтар қояды, сізді басқаша болады деп ойлап едік деген сияқты. Мысалы, театрда басқа, ал өмірде басқаша екенсіз. Иә, ондай бар. Түйрегіш түйреп, сахнаға шығардың алдында кейбір дұғаларды айтып, сөйтіп дайындалып шығам. Спектакльден кейін денеңді бостау жеңіл болады. Спектакльдің алдына қарағанда. Өйткені қобалжисың, сасқалақтайсың, алдын ала не күтіп тұрғанын білмейсің. Мысалы, залда бәрі жақсы болғанымен, сахнада басқаша кетуі мүмкін бәрі. Сондықтан бәріне дайын болу керексің. Әр жол бір экзаменнен өткен сияқты боласың. Адамды іште кішкене жеп қояды сол сезімді. Ал спектакль біткеннен кейін барлық ауыр жүгін түсіп, иығыңнан жеңілдеп қаласың. Үйге барып, денеңді бостап, демалып, ваннаға жатып деген сияқты кішкене. Шыдамдылық, ерінбей еңбек ету және өзіңе деген сенімділік. Осы үш нәрсе деп ойлаймын мен үшін. Мен сөйтіп санаймын.